Сәлем баршаңызға. Бүгін біз ерекше дәмі керемет, қамыры өте жұмсақ келетін пицца жасаймыз. Менің көп адамдар осы пиццамның рецептін сұрайды. Менің YouTube каналымнан көріп алсаңыздар болады енді. Менің пиццам өте дәмді керемет шыққан. Бізге керек заттарымыз: жылы суымыз, майымыз, шекеріміз, дрожжымыз, тұзымыз және ұнымыз. Ең алдымен жылы суымызға шекерімізді, дрожжымызды, майымызды, тұзымызды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Ұнымызды бәрін бірге салмай, 2-3 бөліп қайтарып салып, қасықтың көмегімен қозғап отырамыз. Сіздерде венчик болса да, венчиктің көмегімен қозғауға болады. Мен қасықпен қозғап, қайта қозғап, ұнымды салып отырамын. Қасығымның көмегі қазір сәл қамырым қоюланған екен, қасықтың көмегі болмағандықтан, қолдың көмегімен қамырымды ары бері илеп, июі қанғанға дейін қамырымды илеймін. Менің қамырым дайын болғандықтан, оны арнайы ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 40-45 минутқа жылы жерге қойып қоямын. Қамырымыз, яғни көтерілді, жақсы көтерілді. Қолымызды майлап, қамырымызды 2-3 мәрет қайталап, қамырымызды 10 минутқа жылы жерге пищевой пленка жауып, бетін жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 10 минуттан кейін өте жақсы болып көтеріледі. Арнайы өзіміздің тапамызға поклан қағазын төсеп, астын майлап, жабысып қалмау үшін. Менің поклан қағазым сәл ескілеу болып тұр, енді оған сәл мән бермеңіздер. Қамырымды әдемілеп жақсылап жайып шығамын. Оқтайдың көмегімен де жайсақ болады. Менің қамырым өте керемет болғандықтан, қолға жабыспайтын болғандықтан, қолмен жайып шығамын. Екі жағын өріп, яғни қайырып, 4 жағын осылай қайырамын. Бұл жағын қайырсақ та, қайырмасақ та болады. Өз еркімізде. Маған осылай істеген әдемі көрінді. Мен бұның бетіне кетчуп пен майонезді арнайы ыдысқа салып, бетіне салып, қасықтың көмегімен жан-жағына жақсылап жағып шығамын. Кетчуптың орнына томат қоссақ та болады. Енді бұның жан-жағына мен колбасаны сәл ірілеу қылып турап, барлық жағына колбасаны қойып шығамын. Колбасаны өте майда қылып турасақ та болады. Және де жан-жағының ортасына помидоры, яғни қызанақ қойып шығамыз. Көбісіміз бетіне сыр тураймыз. Мен сырды қазір 15 минуттан кейін 180 градусқа 15 минутқа қазір тестамды салып, қайтара алып, сол кезде мен сырымды бетіне жақсылап сеуіп шығамын. Менің 15 минут 180 градуста тұрып шықты. Енді бетіне әдемелеп, жан-жағына, ортасына сырымды майдалап турап себемін. Жан-жақтарын, барлық жақтарына сеуіп шығамын. Бізде осындай созылмалы үлкендеу сырда болады. Оның әр жеріне, жанына, ортасына да қойып шығамын. Бұл піскеннен кейін өте созылмалы пицца болып шығады сондықтан. Енді 5 минутқа қайта пешке саламын 180 градусқа. Біздің пиццамыз өте керемет, ерекше пицца, жұмсақ пицца болып шықты. Егер де сіздерге ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ, қамыры да өте керемет болып шықты. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған мен ләззат. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.